Microsoft Word негіздері, мәтінді форматтау. Бүгінгі сабағымыз толығымен мәтінді форматтау және оның әдістеріне арналатын болады. Ең алдымен біз шрифтті қалай өзгерту керек екенін түсініп алайық. Оған өтпес бұрын ең маңызды нәрсе біздің өзгерістеріміздің енгізілетін аумағын біліп алуымыз керек. Алдағы үйренетін кез келген өзгерісіміздің белгілі бір аумағы болады. Не айтқым келіп отырғанын мысалмен түсіндірейін. Ең алғашқы сәлем әлем сөзін ерекшелеп алайын. Және де осы екі сөздің шрифтін өзгертейін. Алдымен біздің ерекшелеу аумағын мұқият қарап алыңыз. Үлкен С әріпінен басталып, кішкентай М әріпімен аяқталып тұр. Шрифтті өзгерту үшін біздің жоғары жақтағы панельде шрифттердің тізімі бар. Сол тізімді ашамыз. Осы жерде бізде түрлі мысалдар бар. Алысқа бармай, осы мысалды қолданайық. Байқап отырғанымыздай, біз ерекшелеген мәтіннің шрифті өзгерді. Оның жазылу түрі басқа мәтінге қарағанда басқаша. Енді мына нүкте бастапқы өзгерісті жасаған кезде ешқайда енбеген болатын. Енді біздің мына шрифтті көрсетіп тұрған тізімге назар аударыңыз. Мен нүктенің оң жағында тұрсам, біздегі шрифт Times New Roman. Ал егер мен бір қадамға солға жылжитын болсам, біз жаңадан енгізген шрифт шығып тұр. Ол не деген сөз? Егер мен дәл осы жерде тұрып, қандай да бір мәтінді жаза бастасам, мысалы, жаңадан енгізілген мәтін деп жаза бастасам, көріп отқандарыңыздай, ол мәтін, енгізілген мәтін жаңа шрифтпен жазылып жатыр. Ал егер мен нүктенің қасында тұрып, басқа мәтін жазсам, ол басқа шрифтпен жазылып жатыр. Алдағы уақытта көрсетілетін кез келген өзгерістер дәл осылай өзінің белгілі бір жұмыс істеу аумағы болады. Келесі біз мәтіннің келбетін өзгертейік. Ол үшін бізге осы батырмалар керек болады. Әдеттегідей, сіз белгілі бір аумақты ерекшелеп алып, соны өзгерте аласыз. Мысалы, жуан қып өзгерте аласыз. Қиғаш жазылған жазу ретінде өзгерте аласыз, немесе асты сызылған жазу ретінде өзгерте аласыз. Алайда, сіз жаңа жолдан белгілі бір осы өзгерістерді басып қою арқылы жаңа мәтін жаза аласыз. Мынау жуан жазылған мәтін. Дәл солай, осы басылған өзгертудің жұмыс істеу аумағы бар. Дәл қазір ол ары қарай мен бос орын қалдырсам да, осы әрекет сақталып қалады. Оны алып тастау үшін қайтадан осы батырманы басу керек болады. Бірнеше өзгерістерді қатар қолдануға болады. Осы мәтін жуан болуымен қатар, міне бізде бірден жуандық белгісі басылып тұрғаны көрініп тұр. Сонымен қатар қиғаш жазылуы да мүмкін. Оған қоса астын сызып қоюымызға да болады. Яғни осылайша біз бірнеше өзгерістерді қатар қолдана аламыз. Келесі бізде мәтіннің өлшемі мен регистрлер. Мәтіннің өлшемі шрифттің дәл қасында көрсетіледі. Біз оны оңай таңдау арқылы өзгерте аламыз. Берілген мәндерді қоя аламыз. Немесе осы сандар жазылған жерге курсорды апарып қою арқылы өзіміз қалаған санды енгізте аламыз. Мысалы, 7. Ал егер сіз өзгерістерді біртіндеп өзгертіп отырып, мына жерден іздемей, белгілі бір батырмалар арқылы өзгерткіңіз келсе, онда мына екі батырма сізге көмектеседі. Біріншісі мәтіннің көлемін үлкейтеді, ал екіншісі кішірейтеді. Үлкейту немесе кішірейту қадамы осы тізімде берілген
сандарға сәйкес келеді. Келесі форматтау мүмкіндігі ол бізде регистрлер. Регистрлер туралы қысқаша айтатын болсақ, біз кез келген мәтінді жазсақ, мысалы бүгін деген сөзді жазып, байқап отырғандарыңыздай, мен бұл сөздің басында бас әріпті қолданған жоқпын. Яғни Б әріпі кіші әріппен тұр. Алайда Microsoft Word бағдарламасының өзіндік бір баптауларының себебімен қазір мен бос орын батырмасын басқан кезде Б әріпі бірден бас әріпке ауысып кетеді. Ал егер мен бірнеше бас әріпті жазғым келсе, жалпы бас әріпті жазу мүмкіндігі бізде Shift батырмасы арқылы жүзеге асырылады. Мысалы, ақш деген сөзді жазайық. Осы сөзді жазу үшін мен Shift батырмасын басып тұрдым. Егер сіз жазатын сөз толығымен бас әріппен жазылатын болса, онда сізге Caps Lock батырмасы көмектеседі. Осы батырманы бір рет басып қою арқылы экранда арнайы белгі шықты. Біз осы батырманы басып қойғанымыздың көрінісі ретінде. Бір рет басып қойғаннан кейін, сіз бірден жазып атқан мәтіндеріңіздің барлығы бас әріппен жазылатын болады. Мына мәтіннің бәрі бас әріппен жазылады. Енді осы кезде біз Shift батырмасын басатын болсақ, ол кері әрекет етеді. Қазір мен Shift'ті басып тұрып, апа деген сөзді жазайын. Енді Shift батырмасын жіберемін. Байқап отырғандарыңыздай, алғашқыда бізде Shift батырмасы бас әріпті беретін болса, бізде Caps Lock батырмасы басылып қалған жағдайда, немесе біз оны арнайы басқан жағдайда, кері әсер береді. Shift батырмасы енді біздің әріптерімізді кіші әріпке айналдырады. Мысалы, бір жағдайды елестетейік. Сіз Caps Lock батырмасын басып қойып, көптеген мәтінді теріп тастадыңыз делік. Және де басыңызды көтермей, пернетақтада жазып отырып, біраз уақыттан кейін басыңызды көтердіңіз де, мысалы, мына бөліктің барлығы бас әріппен жазылып кеткенін байқадыңыз. Сізге ол керек емес еді. Онда сіз не істей аласыз? Біздің шрифттің көлемін өзгертетін батырмалардың қасында осындай регистр деген батырма бар. Соны ашатын болсаңыз, бізде бірнеше мүмкіндік бар. Сөйлемдегідей деген мүмкіндікті қолданатын болсақ, біздің ерекшелеген мәтіннің сөйлемнің басынан басталатын болса, сөйлемнің алғашқы сөзі, яғни мына нүктеден кейінгі сөз бас әріптен басталып, қалған мәтіннің барлығы кіші әріппен болатын еді. Бізде мына деген сөз сөйлемнің басы емес, сондықтан ол бірден кіші әріпке ауысып кетті. Барлығы кіші әріппен, немесе барлығы бас әріппен. Бізде алғашқы жағдай осындай болды. Біз оны өзгерткіміз келсе, барлығы кіші әріппен деп жазуымызға болатын еді. Әрбір сөзді бас әріппен бастау. Немесе бар қазіргі орнатылған регистрді кері ауыстыру. Яғни бізде қазір керісінше бірінші әріптері кішкентай болады да, қалған әріптері үлкен болады. Осы баптауларды қолдану арқылы сіз өзіңізге қажет мәтіннің түрін жасай аласыз. Келесі форматтау түрі бізде сызып тастау, яғни мәтінде белгілі бір бөлігін айшықты көрсету үшін, немесе басқа да бір мақсатта сызылып тасталған күйде көрініс табуы мүмкін. Келесі форматтау мүмкіндігі көбінесе әртүрлі формулаларды немесе математикалық амалдарды жазатын адамдарға пайдалы болуы әбден мүмкін. Ол әріптің астыңғы жағына немесе үстіңгі жағына мәтін жазу. Көбінесе формулада кездескеннен кейін біз сол формула түрінде жазып көрейік. Мысалы, шаршының ауданы S тең A квадрат. Бірақ менде A2 болып қалды. Мына 2 деген сан A-ның маңдайшасында тұру керек еді.
Ол үшін мен не істеймін? Мынау әріптің үстінде деген батырманы басатын болсам, онда менің екі саным А-ның жоғарғы жағына жазылады. Алғашқыда ескерткендей, әрбір өзгерістің өзінің жұмыс істеу аумағы бар. Дәл қазір біз мәтіннің жоғары жағына жазу әрекетінің жұмыс істеу аумағында тұрмыз. Егер біз ары қарай белгілі бір мәтінді жазғымыз келсе, мынау шаршының ауданының формуласы деген сияқты бір сөздерді жазғымыз келсе, оның барлығы мәтіннің, негізгі мәтіннің жоғарғы жағына жазылып кетеді. Бұндай жағдайды болдырмас үшін, мына бастапқыда осы жерде тұрған кезде бірден мәтіннің жоғары жағына жазамын деген пәрменді алып тастау керек еді. Енді бізде бәрібір сол күйі жазылып кеткендіктен, осы барлық жоғары жақта жазылып кеткен бөлікті ерекшелеп, осы баптауды алып тастасақ болады. Дәл солай біз кейбір мәтінді негізгі мәтіннің төменгі жағына жаза аламыз. Мысалы, А1, А2, А3 деген сияқты сандардың ретін жазу керек болды деп есептейік. Әрекет дәл солай. Өзімізге қажетті мәтінді ерекшелеп аламыз да, мәтіннің астында деген пәрменге басамыз. Жазып алып барып, осылай өзгертуге болады. Немесе өзіңізге қажетті кезде, мысалы, қазір А және де мен білем, осыдан кейінгі жазылған мәтін негізгі мәтіннің төменгі жағында болу керек. Ол кезде мен басып қоямын да, өзіме қажетті санды немесе мәтінді енгіземін. Келесі форматтау түрі ол бізде бояумен ерекшелеу. Мысалы, сіз біреудің құжатын оқып жатырсыз, немесе өзіңіздің үлкен құжатыңызды оқып жатырсыз да, белгілі бір бөлікті немесе сол бөліктегі ақпаратты ерекшелеп қойғыңыз келеді. Келесі жолы сіз өзіңіздің құжатыңызды ашқан кезде, ол ақпарат бірден сіздің көзіңізге түсетіндей. Ол үшін сіз осы түс арқылы ерекшелеу батырмасын баса аласыз. Байқап отырғаныңыздай, мәтіннің өзі еш өзгеріссіз, тек оның артқы жағынан белгілі бір түспен ерекшеленіп тұр. Бұны қарапайым өмірден мысал ретінде сіз кітаптың белгілі бір бөлігін маркермен сызу арқылы ерекшелеумен теңестіруге болады. Ерекшелеудің түсін де таңдауға болады. Мысалы, мына бөлікті біз басқа түспен ерекшелегіміз келсе, бізге берілген түстен таңдаймыз. Және де сол түспен бірден мәтініміз ерекшеленеді. Осы түспен ерекшелеу және де сызып тастау мүмкіндігін сіз біреудің мәтінін немесе біреудің құжатын тексерген кезде, немесе белгілі бір ақпаратты жеткізгіңіз келген кезде қолдана аласыз. Келесі форматтау әдістері мәтінді безендіруге жақын. Ең алғашқысы ол мәтіннің түсін өзгерту. Осыған дейін біз мәтіннің артқы жағын, яғни оның фонын өзгерткен болсақ, қазір тікелей мәтіннің өзінің түсін өзгертеміз. Ол үшін бізде арнайы батырма бар. Цвет шрифта, яғни шрифттің түсі деп аталады. Бірден осы батырмаға басатын болсақ, астында қандай түс көрсетілген, бірден сол түске боялады. Мысалы, қазір мәтініміз, ерекшелеген мәтініміз қызыл түске боялды. Егер басқа түс қажет болса, онда мына бағдаршаны басып, түстердің палитрасын шығарып, сол жерден таңдай аласыз. Сіз іздеген түс бұл жерде болмаса, онда другие цвета батырмасын басып, қажетті түсті таңдай аласыз. Белгілі бір себептермен мәтініңізді одан әрі безендіру керек болған болса, немесе белгілі бір бөлігін өте бір ерекше түрде форматтау керек болатын болса, онда сіз мәтіндік эффектілерді қолдана аласыз. Мысалы, бірінші кезең деген сөзді ерекшелейік. Енді бізде осындай батырма бар. Ерекше жазылған А әрпі, мәтіндік эффектілер және безендіру. Ашып көрейік. Бізге бірнеше мысал берілген.
осы мысалдарды қолданып көре аламыз. Байқап отырғандарыңыздай, біздің бірінші кезең сөзі бірден өзгеріп жатыр. Мысалы, біз осылай жазғымыз келеді деп есептейік. Міне, мәтініміз бірден өзгеріп сала берді. Осы берілген мысалдар сізге ұнамаса, онда қосымша баптаулар бар. Контур, яғни біз өзіміздің ерекшелеген мәтінге белгілі бір контур береміз. Немесе көлеңке, яғни көлеңке әр жағынан түсуі мүмкін. Біздің өзгерістер бірден бізге көріну үшін осы сөзді белгілейін. Енді мысалы көлеңкені таңдайтын болсақ, бірден әртүрлі бағытта көлеңке түсіруге болады. Шағылысу, яғни сөздің астыңғы жағынан шағылысып тұру мүмкін, немесе жанынан шағылысу мүмкін, тағысын тағы. Жарқырау, түрлі жазылу стильдері және тағы да басқа мүмкіндіктер. Осы мүмкіндіктерді қолдану арқылы сіз мәтініңіздің белгілі бөлігін немесе барлығын арнайлап ерекшелей аласыз. Енді осы аталған қызметтердің біразын сіз жылдам қолдана аласыз. Мысалы, мәтініңіздің белгілі бір бөлігін ерекшелеген кезде тінтуір арқылы, тінтуірдің батырмасын жіберген кезде сізде арнайы панель пайда болады. Осы жерде біздің қолданған құралдарымыздың көбісі бірден шығады. Яғни мүмкін сіз бірден мәтіннің сипатын өзгертуіңіз мүмкін. Оны жуан қылып немесе қиғаш жазылған қылып жаза аласыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ түсінікті болса, келесі сабаққа өте беріңіз.